Ассаламу алейкум достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді сочнике пісіретін боламыз. Бізге ол үшін керекті заттарымыз: сары майымыз, оның үстіне жұмыртқамызды қосамыз, және де оның үстіне бір жұмыртқамыз, және де шым тұз қосамыз. Қаймақтан 2 ас қасық қосамыз. Өстіп барлығын енді жақсылап араластырып алатын боламыз. Сіздерде егер блендер болмайтын болса, онда жай араластырғышпен немесе қасықпен жақсылап араластырып алсаңыздар болады. Мінекей, енді өстіп жақсылап араластырып алдық. Енді біз ұнымыздың үстіне разрыхлителімізді, қопсытқышымызды қосып, енді жақсылап қамырын илейтін боламыз. Мінекей, шетінен ұнымызды салып отырып, жақсылап араластырып қамырымызды дайындаймыз. Мінекей, қамырымызды өстіп жақсылап илеп аламыз. Енді біз қамырымызды алып, біраз уақытқа тындырып қоятын боламыз. Оған дейін біз салмасын дайындаймыз. Мінекей, салмасын жасауымыз үшін бізге творог керек, оның үстіне қантымыз керек, және де жұмыртқамыз, және де қаймағымыз керек. Және де үстіне 2 ас қасық манный кашадан салатын боламыз. Мінекей, өстіп салып, енді осыны жақсылап араластырып аламыз. Мінекей, біздің салмамыз дайын. Енді тынған нанымызды аламыз да бірнеше бөлікке кесетін боламыз. Мінекей, бірнеше бөлікке бөліп алдық. Енді осыны оқтаумен жақсылап жаямыз. Мінекей, кішігірім ғана, қатты да жұқа қылмаймыз. Мінекей, орташа мөлшерде кішкене қылып жайып аламыз. Енді оның үстіне жаңағы салмамызды салып, бетін жай ғана жаба салатын боламыз. Мінекей, өте оңай жасалуы. Сіздер де үйде жасап көріңіздер. Дәмі енді тіл үйіреді, өте дәмді болып шығады. Мінекей, нанымызды жайып аламыз да, үстіне салмамызды салып отырып, бетін жай ғана өстіп жаба салатын боламыз. Мінекей, өстіп жасап аламыз. Мінекей, дайын. Біздің енді осыларды духовканың табағына салып, үстіне жұмыртқаның ағы мен сарысын араластырып бірге жағатын боламыз. Мінекей, барлығының бетіне өстіп жағып шығамыз. Мінекей, өстіп жағып, енді бұны біз духовкада 180 градуста 30-35 минутта пісіретін боламыз. Беті жай сарғыш болғанша ғана пісіреміз. Мінекей, біздің сочниктеріміз дайын, өте дәмді, дәмі тіл үйіреді. Сіздер де үйде жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Мінекей, балаларға да пайдалы, және де дәмі деген өте керемет болып шығады.